Қазақта тұңғыш санаулы. Солардың бірі тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұлан ғайыр жер мен өршіл халқын әлемге паш етіп, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпион атанған Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Бірінші қазақты таныстырған Қажымұқан, одан кейін Әміре Қашаубаев осы екеуі. Қажымұқан деген қазір біздің алдымызға салып жүрген туымыз деуге болады. Ол кісі қазақтың тұңғыш атақты палуаны, тұңғыш әлем чемпионы. Сондықтан ол кісіні біз сыйлаймыз, әр уақытта пір тұтамыз. Қазақ даласы әнге, жырға кенде болмаған, сондай-ақ сал серілерге де бай болған мәлім, батырда, балуанда шыққан. Солардың бірі және бірегейі Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Бұл кісі дүниесін шарлап, бүкіл саналы ғұмырын күреске арнап, қазақтың даңқын асырған, абыройын асырған алып күш иесі Апайтөс балуан. Орасан күштің иесі, қазақтың тұңғыш кәсіби палуаны Мұқан Мұңайтпасұлы 1871 жылы 7 сәуірде Ақмола уезі Қараөткел деген ауылда дүниеге келген. Кейбір деректерде 1886 жылы туғандығы да айтылады. Кедей шаруаның отбасында дүниеге келген ол, ес білгеннен бастап дәулетті адамдарға жалданып жұмыс істейді. Әйтсе де табиғи талант арқасында Мұқан бала күннен ақ жиын тойда күреске түсіп, бала палуан деген атқа ие болады. Бір күн ол жаңағы кім Злобин дегеннің циркі келгенін естіп, Омбы қаласына соның өнерін тамашалауға барады. Осы жерде ол қызығап, палуандардың күресін көріп, делебесі қозып, өзі де осы күреске қалай араласқанын байқамай қалады. Бұл жолғы күрес қазақ алыбының үлкен спортқа жолын ашты. Жас қазақ баласының алып күш иесі екенін байқаған цирк қожайыны Петербордағы әлемге әйгілі Ваня Ағайдың мектебіне оқуға барып, күрес өнерін үйренуге кеңес береді. Қазақ даласында қарсылас шақ келтірмеген оны тағдыр жолы осылайша Санкт-Петербургдегі Лебедев мектебіне алып келеді. Сол сапарда ол Петербургқа жетіп, сонда Ваня Ағай дейтін, Ваня Ағай деп аталып кеткен мектепке, және Лебедев дейтін оның тірі бапкеріне жолығып, сол жерде 3 жыл күрестің бар тәсілін меңгерген. Бұдан бөлек Мұқанның Одессадағы түрлі күрес мектебінде 1890 жылдың шілде, тамыз, қазан айларында Тамбургте шыныққаны туралы деректер кездеседі. Мұнда ол сол заманның ең әйгілі палуандармен бірге тәлім алған. Бұл кісі орыстың 3 Иванымен дос болады. Орысшаны барып күреске кіргенде. Иван Шемякин, Иван Заикин, Иван Поддубный. Ал енді ішінде Иван Поддубный ең күштісі. Оны өздері чемпионның чемпионы дейді. Халқымыздың тарихындағы тұңғыш кәсіпқой палуанның үлкен спорттағы жұлдызды ғұмыры осылайша басталған еді. Табиғи талантты кәсіби жаттығулармен ұштастырған Мұқан спорт әлемінің шыңын бағындыруға ұмтылады. Спортты ғұмырында ең алғашқы ірі табысына Мұқан Харбин қаласында өткізілген халықаралық турнирде қол жеткізеді. Мұнда ол бірінші орынға ие болып, кеудесіне алтын медаль тағады. Кейбір деректерде бұл турнир 1905 жылы өтті делінеді. Бірақ белгілісі мұнда Мұқан jiu-jitsu бойынша күресіп, турнирде бірде-бірі жеңілмейді. Ал 1906 жылы тұңғыш рет Алманияда өткен дүниежүзілік сайыста әлем чемпионы атанған екен. Сондай-ақ 1910 жылы Америка, Еуропада орыс палуандармен бірге дүбірлі додаларға қатысып, үздік өнер көрсетеді. Бұл жолғы ең ірі жетістігі Аргентина астанасы Буэнос-Айресте өткен дүбірлі додада алтыннан алқа тағады. Ал 1910 жылдың желтоқсанында, 1911 жылдың қаңтарында Мәскеуде өткен халықаралық чемпионаттарда да боз кілем төрін ешкімге бермейді. Алайда барлық жеңіс Қажымұқанға оңайлықпен келмейтін. Әділетсіздік Қажымұқанның өмірінде де көп кездескенін байқауға болады. Және қазақ деген атқа анша жоғары жақтың құлағына жағы қоймаған, сондықтан көбіне көп оның лақап аттары болған. Қара Мұстафа, Черный Иван, Ямагата Мұханура деген аттармен күрескен, кейде манчжур, кейде жапон деп атаған екен Мұқанды. Күрес қожайындарының шынында да Мұқанның қазақ екендігін айтпауға тырысқанына атақты эстон палуаны, әлем чемпионы Георг Лурихтың мына жазбасы дәлел. Шығысулы жапон Мухинура ол сирек кездесетін мықты балуан.
күресте қайтпайтын бір беткейлігі, далаға тән қайсарлығымен және ызақорлығымен ерекшеленеді. Алайда қиындық пен ауыртпалыққа бала күннен мойымаған қазақтың қайсар ұлы бұған еңсесі езілмеген. Қажымұқан қандай қиыншылық болса да намысын жатқа берген жоқ. Кеудесін ешкімге бастырмады. Күрес қожайындарының, төрешілердің сан мәрте әділетсіздігіне белі бүгілмеді. Еңсесі түспеді. Керісінше жеңістен жеңіске жете береді. Оның басқаға бас имегеніне дәлелдің бірі 1911 жылы Мұқан Ыстамбулға барады. Сол кезенде әлемдік түрік палуандарынан мықтылар жоқ сияқты көрінетіндігі соншалық, ол жаққа өзге ел спортшылары аяқ баспайтынды. Осы ретте намысқой Қажымұқан өзі түркі халқының өкілі ретінде түрік жеріне аяқ басады. Мұқанның Қажымұқан атанғаны да осы кез. Қажыға барғанда, ол Стамбулда күресіп жүргенде, Нұрла деген түріктің күрескерін жыққан палуан. Содан кейін соған риза болып, Шәкір Паша айтады, менің сыйлығымды қойшы берейін деп тұрған. Ал енді мына Байыр имамның сыйлығы одан күшті деп дейді. О не? Ол дегеніңіз жуырда құрбан айты болады. Соның алдында қазір біз түрік азаматтарын Меккеге алып бар жатырмыз. Меккеге өтітсем, ал несі ақшасы жөнінде, расходы жөнінде сен оған ауырмай-ақ қой, біз өзіміз барлығын көтереміз. Осылайша палуан империяшыл пиғылды адамдардың арасында жүріп, қажылық парызында орындайды. Бұл Қажымұқанның дінге берік болғандығының айғағы. Бірінші жары Надежда Николаевна Чепковскаяны Омбыда мешітке апарып, оған Бәтима деген ат берген. Бұл туралы Бәтима апамыздың естеліктерінде былай жазылған. Омбыға келгеннен соң көп ұзамай мені мешітке апарып, Хасен деген молдаға некемізді қидырды. Сол күннен бастап мен Қажымұқанның зайыбы Бәтима атандым. Осының өзін әлі күнге дейін менің басыма Қажымұқаннан қонған бақыт деп санаймын. Қажымұқан 1910 жылдан бастап 1937 жылға дейін 27 жыл өмірін Омбы қаласында өткізеді. Бұл зиялы қазақ азаматтарының жиналып, қазақ халқына азаттық алып береміз деп партия құрып, газет журнал шығарып, әне міне бостандыққа қолымыз жетеді деп жүрген кезде. Қажымұқан сол зиялы азаматтар Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Жұмат Шанин, Бекмұхамбет Сергебаевтармен мүдделес, мақсаттас болады. Әрі олар бастан өткізген сталиндік зобалаң Қажымұқанды да айналып өткен жоқ. Қула бастайды, Міржақып Дулатов тұстайды. 29 жылы Ахмет Байтұрсын тұстайды. Сол 29 жылы Қажымұқанды 6 ай түрмеге отырғызады. 1937 жылы Қажымұқанның ізіне НКВД түсіп, бұл патшаның адамы. Оның қолынан медаль алған, сыйлық алған сыбайласы деп қудалаған екен. Сол себепті палуан Түркістан мен Өзбекстанда бас сауғалауға мәжбүр болады. Бұл оның өміріндегі белсенді күрестің дәуірі аяқталып, елге оралған кезі. Ал 1948 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Бөген ауданы Ленин туы колхозында қазақтың даңқты ұлы өмірден өтті. Алайда Қажымұқан көз жұмғанға дейін өз мұратынан тайған емес. Бұған айғақ өмірдің соңғы жылдары ауыл-ауылдар алап, цирк өнерін көрсетіп, жинаған 100 мың сомды ұшақ жасату үшін жеңіс қорына аударған теңдессіз ерлігі. Өзінің күрескерлігіменен бірінші, екінші, ойшыл, парасатты, зиялы, кішіпейіл. Ал енді керек жерінде жалғыз жүріп, өзінің айтқан ойлағанын өткізе білді. Жалғыз жүріп, атағын шығарды. Қазақтың да өзінің де атағын шығарды. Жарасқан Әбдірәшіттің бір өлеңінде, егерде қазақтың ерендігін, қазақтың тереңдігін, қазақтың қайратын, қазақтың айбатын жат жұртқа, шетелге танытқың келсе, сен онда
Қажымұқанды айттайтын. Қажымұқан Мұңайтпасов jiu-jitsu мен күрестің бірнеше түрінен әлем Еуропа чемпионы, дүние жүзінің 50-ден астам елінде өнер көрсетіп, 50-ге жуық марапаттарға ие болған. Оның ішінде Парсы елінің Арыстан мен Күн, Маньчжурияның Благоденствие, құрмет белгісі ордені, қазақ халқының батыры атағы бар. Әлі де талай жастарымыз шығады, Қажымұқан атамыз сияқты қазақтың атын бүкіл дүниесіне жаятын азаматтар әлі көп болады. Сондықтан да біз сол кісінің жүрген жолымен біз жүріп отырмыз керек. Сондай мақтаныш тұтам, менің атам екен ғой деп. Бірақ енді бұл кісі тек қана менің атам деп қанмен әрине менің атам, қанымыз бір. Бірақ бұлай негізде бүкіл еліміздің атасы ғой, бүкіл қазақ халқымыздың атасы. Қазіргі кезде Темірлан ауылында Қажымұқан Мұңайтпасов атында мұражай бар. Еліміздің әр аймағында көшелер мен мектеп-интернаттарға палуан есімі берілген. Астана мен Шымкент қалаларындағы орталық стадиондар Қажымұқан атымен аталады. Қажымұқан Мұңайтпасовтың есімі әлемдік спортқа алтын әріптермен жазылды. Қазақ спортының тарихи өмірінің 55 жылын күрес пен цирк өнеріне арнап, 50 шақты медаль иеленіп, жеңіс тұғырынан түспеген дара тұлға қазақтың нағыз хас батырының есімімен басталады.